Üçburçlardı şeşu taqribanda Rüştiyema kitabındağı 11. esep. Üçburçtың orta sızıгымен bölüнгенде пайда болған төртбұрыштың ауданы мен үшбұрыштың ауданының қатынасын табыңыз дейді. Онда бізге берілген A, B, C үшбұрышы. Bu жерде E, F orta sızığı деп koyayım. Orta sızığı üçburçтың orta sızığı E тиісті AB қабырғасына, F тиісті болады онда BC қабырғасына, иә? Бізге сұрап тұр, мынаны сұрап тұр. S төртбұрыштың дейді, бірінші төртбұрыш. A, E, F, C төртбұрышымен F, B, E. E болса, мынау F болады. Осының қатынасы сұрап тұр. Енді сендерге мынандай қосымша мәлімет. Кез келген үшбұрыш берілсе, яғни A, B, C осының қабырғалардың орталарын қосатын кесінді мынаны теңге бөлікке бөлеміз. Мынау 10 сантиметр болса 5-5-тен 2-ге бөлеміз. Осыны қосатын кесінді мына кесінді E, F мына үшбұрыштың орта сызығы деп аталады. Және мынандай шарт теорема бар. E, F тең үшбұрыштың келесі қабырғасына параллель мынаған. Және оның жартысына тең. A-сының бөлінген 2. Және AC параллель EF'ге. Міне, осы шарттарды қолданамыз қазір. Енді біз үшбұрышымызды сызып алайық. Үшбұрышымыз қандай да бір мынандай бола берсін. Бұлай болсын. Әдейі үшкілеттерін алдым. Так, енді үшбұрыштың орта сызығы мынау A, B, C. E нүктесі тура мынаның ортасында жатады. Мына жақта үшкілетка, мына жерде үшкілетка. Жоғары қарай үшкілетка, төмен қарай үшкілетка, бұлайынан тура ортасы. Мынаны қосатын кесінді, мына кесінді EF. Яғни үшбұрыштың орта сызығы, мына орта сызығы болады. Орта сызығы. Сонда бізге мына үшбұрыштың аудан S деп қойсам, мынаған қатынасын сұрап тұр бізге. Бізге сонда мынаны сұрап тұр ғой. A, E, F, C үшбұрыш E, мынау индекске жазады, демек кішкене үлкенірек жазады, сендер кішірек жазасыңдар. Енді мен табаннан үшбұрыштың орта сызығын табамын. Өйткені дейді қанша клетка бар? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мен 5-тен бөлемін. 5-тен бөлемін. Бұны мен басқа сызықпен сызайын. Міне, бұлай сызамын. Сонда мен теңдей 4 үшбұрышқа бөліп тастадым. Сонда мынау тең. Мынау тең. Параллель, мынау параллель бәрі тең. Так, мынау үшеуі тең. Мына үшеуі, мынау, және мына үшеу қабырғасы бір-біріне тең. Сонда егер үшбұрыштардың теңдігінің үшінші белгісі бойынша, үшбұрыштардың теңдігінің үшінші белгісі бойынша, үшбұрыштың үш қабырғасы келесі үшбұрыштың үш қабырғасына тең болса, онда ол үшбұрыштар тең болады. Сонда мына қабырға мынаған тең, мына қабырға мынаған тең, мына қабырға мына бәрі тең көрініп тұр. Сонда бұның аудандары да тең болады. Үшбұрыш екі тең үшбұрыштың периметрі де, ауданы да, өлшемдері де бәрі тең болады. Мынау төңкерілген үшбұрыш, оған төңкерілген үшбұрыш. S болады. Ал енді мына төртбұрыштың қанша S бар бұл жерде? Бұл жерде 3S бар. 3S. Ал мына үшбұрышта EF бір үшбұрыш бар.
Endi S pен S qisqaradida 3 bölüngen 1. Bunu bölçekti bölümmen yazатын bolsak 3'ten 1 mınday katnas. Endi keldik javobini yazgan кезде javob bulay yazıladi. Cevabı yes, A, Y, F sının katnası S, Y, B, F teң 3'ten 1'ge katnasınday. Mine cevabı däl osulay yazıladi. Mine cevabı mine tur. Mine 11-ci esemiz cevabымен толып шықты.